Неге әр алыптың артында ана тұрады деген. Кезінде Қожа Ахмет Яссауи бабамыз неге қыз балаға білім жақсы берілу керек екенін айтты. Себебі ер адам түзде, әйел адам үйде екенін ескеріп, болашақ ұрпақ әйелдің қолында екенін анық көрген. Ер адам қанша білімді болса да, білімді ұрпақ шығара алмайды. Ұрпаққа білім де, тәрбие де беретін әйел екенін айдан анық. Ата бабамыз әр алыптың артында ана тұратынын айтып кеткен. Аналар білімді, ұрпағымыз саналы, еліміз тыныш, ұл-қыздарымыз білімді болсын десек, Шәкәрім атамыз да өлең жолдарында былай деген екен: өміріңді сарп қыл өлгеніңше, жобатап жол көрсет келешек қамы үшін, қауымға қайрылып қайтадан келмейсің, барыңды нәріңді тірлікте бергейсің, ғибрат алар артыңа із қалдырсаң, осынық мәңгілік өлмейсің деген екен. Қыз келіншектеріміз келешек ұрпаққа беретін білімін саралап, білім ізденіп, білім жолында өмірлерін арнаса, біздің болашағымыз баянды, егемендігіміз нық болатыны анық. Қыз келіншектер білімді, ұрпақ саналы, елім дегенде еміренетін білімді ұрпақтарымыз көбейе берсін.